Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін Тұрсынханның үш ұлы атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Баяғы заманда Тұрсынхан деген кісінің үш баласы бар екен. Үшеуі де өнерпаздығымен, әрі шешендігімен Тұрсынханның үш шешені атаныпты. Тұрсынханның есігінің алдында өсіп тұрған бәйтерегі бар еді. Сол бәйтеректің ішін ойып, ат басындай алтын тығып қояды. Оны өзінен басқа ешкім білмейді. Тұрсынхан өлер алдында балаларын шақырып алып: «Балаларым, енді мен өлемін. Есіктің алдындағы бәйтерекке ат басындай алтын тықтым. Сол алтынды қашан қолдарыңнан мал кеткенде, әбден ішерге тамақ, киерге киім, мінерге ат таба алмағандарыңда, бір қолдарың екеу болып көрінгенде алып күндеріңді көріңдер», деп 101 жасында қайтыс болыпты. Үш баласы бәйтеректегі алтынды күнде қарап бағып жүреді. Бір күні бәйтеректі келіп қараса, алтын жоқ. Біреу ұрлап кетіпті. Үшеуі кім алғанын білмейді. Әрі ойлап, бері ойлап, ханға үшеуі жүгініске барады. Ол хан сондай тапқыр, ақылды екен. Егер өзі білмесе, жұрттан асқан сұлу қызы сөз тауып, талай адамды даудан құтқарып отырған екен. Ағайынды жігіттер ханға барып отырады. Сол уақытта үлкені екі інісіне сыбырлап: «Бұл хан осы жердің бұрынғы ханын өлтіріп, орнына өзі хан болған екен. Жеті атасынан хан емес екен», дейді. «Апырая, оны қайдан білдің?» деп сұрайды кіші інісі. «Білдім. Жаңа біз сәлем бергенде басын төмен салып, төмен қарап тұрып алды. Атақты хан болса, жоғары қарап алар еді. Онысы өзіне жаман көрінеді. Сондықтан сәлемді төмен қарап алды», дейді. Хан үшеуіне ас келтіреді. Оны жеп болған соң, біраз отырған ағасы: «Осы ханның бізге бергені палауында бір иіс бар. Сірә өлген адамның топырағына еккен зат па, жоқ болмаса өлген адамның еті ме?» дейді. Тағы да кіші інісі: «Ханның бізге берген еті иттің еті екен. Бағана ет жегенде иттің иісі шығып тұрды», дейді. Бұл үшеуінің сөзін ханның құлы естиді де: «Ойбай, қонақтарыңыз осылай деп отыр», деп ханға жеткізеді. Хан ол сөздерді ести сала шешесін, күріш егушіні, қойшыны үшеуін де шақырады. «Мыналар мені жеті атасынан хан емес дейді. Рас па осы?» деп шешесінен сұрайды. Шешесі ойланып отырып: «Ол рас еді. Сенің әкең Ораз деген кісі еді. Ол жақсы, батыр адам еді. Бір жылдары осы елдің ханына өштесіп жүрді де, жолаушы бара жатқанда жолда өлтіріп, орнына өзі хан болып, артынан оның орнына сен хан болғансың», дейді. Күріш егуші: «Анау тұрған көп бейітті айналдыра жыртып, сонда күріш егіп едік. Моладағы адам сүйегінің шашылып жатқандары бар еді. Олардың айтқаны рас болар», дейді. Сонда қойшы: «Ана жылы қойлар арамза қоздап, енесі сүт бермеді. Қозы өлетін болды, сонда қозыны итке емізіп едік», дейді. Сол жерде хан не айтарын білмей сасып, қызына барады. Барысымен болған оқиғалардың бәрін айтады. «Әке, саспа, ол адамдарды маған жібер», дейді қызы. Содан кейін үшеуін хан қызының сарайына алып барады. Қыз қонақтарды күтіп болған соң: «Әңгіме айтыңыздар», дейді. «Сіз айтыңыз», дейді үшеуі. «Мен айтсам айтайын», дейді қыз әңгімеге кіріседі.
Баяғыда бір хан қызы бар еді. Өзі асқан данышпан адам еді. Әлгі қыз бір күні сейілге шығады. Қасында нөкерлері бар. Сейілде жүріп, бір жерлерде жеміс иесіне келеді. Танысып, ағаш аралап жүріп, қыз таңдаған жемісін алғызып жеп жүреді. Бір жерде келіп қыз жемісшіге: «Ана бір жемісіңізді беріңіз» дейді. «Менің сұрағанымды берсең, әперейін» дейді жемісші. «Жарайды, айт сұрағаныңды» дейді қыз. «Әкең сені бір байдың ұлына берген еді. Сол енді келеді. Ол кететін күннен бір күн бұрын маған келіп жолығып кетсең болады» дейді жемісші. «Жарайды» дейді қыз, жемісті алып кетеді. Сол күні кешке жақын күйеу қалыңдық ойнауға келеді. Жеңгелері қызды күйеуге апарады. Қыз күйеуінің жанына барып отыра беріп, «Ойбай» деп жамбасын бір салады. Оған күйеу: «Оның қалай, неменеге өкіндің? Жамбасыңды соққаның не?» дейді. Қыз сонда: «Бір жерге бір адам пәлен күні кел деп еді. Мен соған бара алмай ұмытып кетіппін. Сол жаңа есіме түсіп отырғаны. Сізден рұқсат болса, барамын да келемін» депті қыз. Онда болса уәдеге опа деген барарсың, барып кер» деп күйеу қалыңдығын жіберген екен. Қыз кетіп бара жатқанда жолда 3 ұры ұстап алады. Қыз барлық сырын айтқан соң, ұрылар да еш нәрсесіне тимей қызды қоя береді. Қыз сол бетімен жемісшіге барады. Жемісші қыздың келгеніне разы болып: «Жарайды, келгеніңе рахмет. Сізге еш қиянат қылмаймын. Үйіңізге барыңыз. Сізді кел дегендегі себебім, күйеуіңізді сынайын деп едім» деп қызды қоя береді. «Міне, әңгіме айт десеңіздер, осылардың қайсысы жомарт? Табыңыздар» дейді қыз. Үшеуі ойланып отырады да үлкені: «Бұның артында жомарт күйеуі. Өзі қалыңдығына кеп отырып, менің біреуде жұмысым бар еді дегенге жіберіп отырған күйеуінің жомарт ешкім жоқ шығар» дейді. Ортаншысы: «Жоқ, олай емес, жеміс егуші жомарт. Оның жемісі өзінің алдындағы малы, қыздың әпер дегенін әперіп, өзі кел» дейді. Барған соң ешбір қастық қылмай қайта жіберген жеміс егуші жомарт дейді. Ең кішісі айтады: «Олай емес, ұрылар жомарт. Олар ұрлықпен күн көріп жүріп, қыз жалынды деп қоя беріп жүрген ұрылар жомарт» дейді. Сонда қыз орнынан тұра келіп, ең кішісінің білегінен ұстап: «Ұры ұрының сөзін қуаттайды. Алтынды ұрлаған сен екенсің, тап» депті. Кішісі алтынды алғанын мойнына алып, қыз алтынды тапқызып, үшеуіне бірдей хақ бөліп берген екен дейді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.